Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан тақвалық айы. Аллах Тағала Құран кәрімде: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин қабликум лааллакум таттақун». Ей иман еткендер, бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді, мүмкін тақвалыққа жетерсіңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Иттақиллаха хайсума кунта». Қайда болсаң да, қандай уақытта болсаң да, Аллах Тағаладан қорқ, яғни тақвалық жаса. Қандай да бір жаманшылық атаулы іс жасасаң, күнә істесең, онда артынша жақсылық сауапты іс жаса, және ол күнә атаулы істі жуып шайсын. Және адамдармен жақсы көркем түрде қарым-қатынас жаса деген. Біз тақвалықты ораза ұстаумен, кейде түнде тұрып намаз оқумен өлшеуіміз мүмкін. Алайда мұсылмандардың әміршісі Омар ибн Абдул-Азиз: «Лейса тақваллахи би сиямин нахар, вала би қиямил лейли, ва тахлити фима байна залик». Тақвалық деген күндіз ораза ұстап, және түнде тұрып намаз оқумен, және оның екі арасында жүрумен есептелмейді. «Валакинна тақваллахи тарку ма харрамаллах ва адау ма фтарадаллах». Аллах Тағаланың толықтай бізге тыйым салған істерінен тыйылып, және бізге бұйырған амалдарын толықтай орындауымыз. «Фаман рузиқа ба'да залика хайран фахуа хайрун иля хайр». Бұдан артық тақвалықты кім Аллах Тағала нәсіп етсе оған, ол жақсылық үстіне жақсылық деген. Сондықтан, құрметті бауырлар, біз тақвалыққа жетуіміз үшін Аллах Тағала шайтандарды да бұл айда кісендеп берді. Және бұл Құранда тақвалық бірнеше рет қайталанған. Ол қайталанғаны ол маңыздылығын арттырады. Құран кәрімде Аллах Тағала айтқандай: «Валақад уассайналлазина утул китаба мин қабликум ва иякум аниттақуллах». Кітап берілгендерге де және сендерге де біз тақвалықты өсиет еттік деген. Аллах Тағала осы айда баршамыздың бойымызда жаман қасиеттерден арылып, және тақвалық бойымызға даруына жәрдемші болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.